Қазақстан жасыл экономикаға өту туралы стратегия түзіп жатыр. Жасыл экономиканы жаңғырту жоспарын қабылдаған Қытай бұл салаға жалпы ішкі өнімнің 1,5%, ал Корея 2%-ын арнады. Қазақстан да бұл стратегияны жүзеге асыру үшін жалпы ішкі өнімнің кем дегенде 1%-ын осы салаға жұмсау керек. Бұл туралы Қазақстанда жасыл экономиканы құру атты конференция барысында қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Қапаров мәлімдеді. Үкімет өкілі сондай-ақ шетелдік ірі бизнес өкілдеріне Астанада өтетін Экспо 2017 халықаралық көрмесінің мақсаты мен маңызын таныстыра келе, аталған шара әлемдегі энергетика мәселесін шешудің алғы шарттарын ұсынады деді. Жасыл экономикаға өту стратегиясының бірінші деңгейі қазір біз оны дайындап болдық. Екіншіден ең үлкен сұрақ бұл жасыл экономиканың бірінші қандай бағдарламасы бірінші болу керек, екінші деңгейде, үшінші, төртінші сондай рейтинг жасау үшін біз көптеген жұмыс жасадық. Бүгінгі осы Америка сауда палатасының ұйымдастырған шарасы біз көптеген шетелдік тарапынан жұмыс жасаған компанияларға біздің стратегияда кішкене түсіндіріп беруіміз керек.